Бүгін бір хайвенде ішім пысып отырсам, достар, бір подписчигім деген жүрген екен, яғни біреу емес, олар дейтін екі подписчигім жүрген екен. Содан кейін оларды көріп қалдым да, и няня болуын сұрап көреміз. Қазір маған няня болар ма екен? Үшін бірінші болып үй алып аламыз, достар, өзімізге күштілетіп. Достар, дауысыма мән бермеңдер, тамағым ауырып жатыр. Содан кейін оны шақырып алған болатын. Содан кейін ол келді. Содан кейін үйдің ішіне кірдік, достар. Үйдің ішіне кіріп, оған деген айтқан болатынмын. Типа няня болшы десем, өкінішке орай, достар, ода чат жоқ екен, білмеймін не үшін екен. Сосын мынандай баннер ме еді, не дейтін еді, достар, сонымен сөйлестік. Мен оған айтқан болатынмын, типа не деп, няня болшы деп айттым. Сосын ол маған келісті. Сосын мен одан тамақ сұрадым, достар, себебі қарным ашып жатыр еді. Сосын тамақ деп әрең дегеннен няняны көндіріп алдым. Нянькамыздың аты Мөлдір, достар. Сосын ура деп тамақты қуанып, достар, тамақ жеп алдым. Осылай күшілетіп тамағымды жеп, ішетін сусынын да әкеп берді. Сосын, достар, мұнда ойыншық сұрап, ойыншық ойнап жатсам, достар, мынау Қазбек дейтін көкеміз видеоны құртты ғой, достар, қараңдар. Үшін жарайды, жалғастыра береміз. Содан кейін ол негізі видео түсіріп жатқанымызды білмейді, достар. Сосын мен ұйықтатуымды сұрадым, яғни сосын ол мені бөлмеге алып, сосын ұйықтап қалдым, достар.